Келінім мен қарт анам бар. Балғынбек Имашев 7 баласымен қаңғып далада қалды. Танымал айтыскер ақын Балғынбек Имашев баспанасыз, қарт анасы, келіні және 7 баласымен қаңғып қалды. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ол бүгінде жалдамалы пәтерде тұрып жатқанын ашық айтты. Оның айтуынша, қарыздарын жабу үшін осыған дейін жинаған барлық дүние мүлкін сатуға тура келген. Қарыздан құтылу үшін үйімді, көлігімді бәрін саттым. Қазір 7 балам бар. Келін түсірдім. Анам бар. Бәріміз жалдамалы үйде тұрамыз. Балаң алдады. Сенің кесіріңнен базарға кірдік. Саған сендік деген сөздер ауыр тиді жүрекке, деді ол Айнұр Асанбердіге берген сұхбатында. Еске салайық, ақынның жеке кәсіпкерлікпен айналысатын ұлы қажылық сапарын ұйымдастыра алмай, тұрғындар алдында қарыз болып қалған еді. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда кез келген қарапайым адам ойланбай қалмайтын шығар. Балғынбек Имашев елге танымал айтыскер, білесіздер. Сахнада жүрген, сөзі өтімді азамат. Бірақ осы жағдай атақта, танымалдықта өмірде бәрін шешіп бермейтінін көрсетіп отырғандай. Қарызға батып, үйін, көлігін сатып, үлкен отбасымен жалдамалы пәтерде тұру оңай нәрсе емес. Бұнда біреуді кінәлап, сырттай үкім шығару да дұрыс емес сияқты. Әр отбасының ішінде өзіне ғана мәлім қиындықтары, есептелмеген тәуекелдері болады. Балғынбектің бұл жағдайды жасырмай айтып отырғаны шындықты мойындай алатын ер азаматқа тән қасиет деп ойлаймын. Бұл оқиғадан қоғамға да, әр адамға да сабақ бар. Қандай істі бастасаң да, әсіресе қаржыға байланысты шаруаны 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек екенін ұқтырады. Сонымен қатар, ата-ана үшін баланың мәселесі өзінікінен де ауыр тиетіні байқалады. Балғынбек мырзаның сөзінен әкелік жауапкершілік пен ішкі күйзеліс анық сезіледі. Қазір ең бастысы бұл отбасының амандығы мен бірлігі. Қиындық ол уақытша, ал сабыр мен ынтымақ болған жағдайда бұндай сынақтан да өтеді деп сенемін.